Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі тамақ спагетти пісіру оңай әрі тез жолы. Ол үшін бірінші қазанымызға майымызды құямыз. Жуа болса жуа салыңыз, мен жуа салғаным жоқ. Одан кейін етімізді саламыз қызған майымызға. Майыңызды қатты қыздырсаңыз да болады, маған жай қыздырған жеткілікті болды. Осылай қыздырып аламын. Тұзын, бұрышын саламын. Өздеріңіздің көңіл қалауларыңызша дәмдеуіштеріңізді салсаңыз болады. Маған тұз бен бұрыш жеткілікті. Осылай салып алдым. Менде жабағының еті тез пісті етім. Екінші осылай әбден етімді салдым и араластырдым. Ешқандай қиындығы жоқ. Осылай араластырдым. Біреу кепкір дейді, қасық дейміз біз. Осылай араластырамын. Араластырғаннан кейін бұл пісуі керек. Піскенше араластырып, арасында қарап қоясыз. 15-20 минуттың жобасында. Манағы етіміз 15-20 минутта осындай түске боялады. Суы шығады. Су жеткіліксіз болса, суынан құясыз. Басқа да заттар салғыңыз келсе, салсаңыз болады. Бірақ маған осылай қара кесек ет спагеттимен жеген ұнайды. Осылай пісірдім. Міне, тағы да су жеткіліксіз болды. Үстіне қосымша су құйдым. Міне, етіміз пісіп болды. Осыдан кейін мен спагеттиімді қосымша қасында уақыт кетірмес үшін бір жағы спагеттиіңіз әдемі болып көріну үшін суды қайнатып, тұзын, құттай май құйып пісіріп алдым. Міне, қуырдағымыз үстіне салатын спагеттиімді мен отырған жоқпын, әркім алдына салған жоқпын. Әркім өз алдына безендірсеңіз болады. Өстіп спагеттиімді салдым да үстіне қуырылған етті подлива сияқты алып бөлек салдым. Осылай, өзіме осылай жеген ұнайды. Бірге пісірсеңіздер де болады, бірақ маған бірге пісіргеннен гөрі өз алдына спагеттиді бөлек пісіріп, оның үстіне подлива ұқсатып құйған ұнайды. Бірден араластырып жіберсеңіз де болады, бірақ маған жегенге ұнау үшін осылай жасадым. Осылай безендірдім. Сіздер де өз көңіл қалауларыңызша безендірсеңіздер болады. Балаларымызбен жеп алдық. Ас болсын. Каналым ұнаса лайк басың.